туған күндерін түнде тойламайды. Тойлатқызбай мына 12-ден кейін келіп шармен гүлмен кіріп, бетіне жаңа ұн жағып, жұмыртқа жарып жататын ондай нәрсені дәстүрді мүлдем жасатпаймын. Я жылап көрді қыздар ғой, жасөспірім, жоқ жасатпаймын. Өйткені түнде 10-нан кейін адам ұйықтау керек. Бір, екі, түнде шырақ жағып, ана жаңағы жылтыр-қылтырдың бәрін тағып айғайлап жүргеніңіз, сыртыңыздан қарап көріңізші, не істеп жүргеніңізді сол кезде түсінесіз. Жалпы мен балаларыма түнде туған күн құттықтатқызбаймын. Біз үйде туған күнді таңертең 22-сі күні болатын, 22-сі күні таңертең кәдімгідей құттықтаймыз. Бұнда шыраққа қатысты нәрсе бар да, шырақты өшірмейді үрлеп. Мен шырақ жаққанды көргем, әкем қайтыс болғанда шешем кәдімгі еденге қолдан есіп, майға батырып, 40 шырақ жаққан көргем. Өлген адамның артынан жағылатын шырақта бұл жағылады, өшірілмейді. Сондықтан шырақ жабу, торттың үстіндегі шырақ деген нәрсеге өзім денем тітіркеніп қараймын. Мен